Қайырлы күн, аналар. Бүгін үй жағдайында баланы дамытатын керемет бір тапсырмамен бөлісемін. Мұқият қарап, соңына дейін қарап шықсаңыздар болады. Қымбат ойыншық сатып алмай-ақ, үйдегі қарапайым заттармен де баланы күнделікті дамытып отырсаңыздар болады. Мен үйде осындай картон тауып алдым. Осыдан өзіме идея келді. Қалай бұлдан, яғни балаға қызығушылық оятсам екен, және де қолмен жұмыс жасауына қалай көмек көрсетсем екен деген ой келді. Сонымен мына картонның мен бір бетін, яғни толық кесіп алдым да артына скотчты жабыстырдым. Кез келген пішіндер алдым. Мұнда көбелек және 4 бұрыш, 3 бұрыш бар, домалақ бар. Сізде бұл өзіңіздің идеяңызға қарай басқа да пішіндер, гүл болмаса ай, күн деген сияқты көптеген заттарды да кесіп алсаңыз болады. Яғни балаға үйрету үшін. Мысалы, бұл жерде мен қазір айтып жатырмын қызыма, бұл жерде үлкен және орташа және кішкентай көбелек. Мынау 4 бұрышты және бұның үлкені және кішісі. Жалпы осылай балаларға үй жағдайында осылай үйретіп отырсаңыз болады. Баланың бұл жерде қолы жұмыс жасайды және ойлау қабілеті жұмыс жасайды. Және де кез келген мынау сіз көрсетіп жатқан пішіндермен, көбелекпен, домалақпен, шеңбер, яғни барлығымен танысады, үйренеді және өзіне бір жағынан қызықты болады. Сіз де үй жағдайында осылай айналысып, балаңызды күнделікті дамытып отырсаңыз болады.